Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Мадина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құйрық майды қалай өте дәмді етіп дайындауға болатыны жайлы бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 2 тісше сарымсағымызды аламыз да үккіштің майда көзінен өткізіп алатын боламыз. Не болмаса ет тартқышқа өткізіп алсаңыздар болады. Және де бөлек ыдысымызға салып алатын боламыз. Оның үстінен 2 ас қасық паприка қосамыз және 1 ас қасық ащы бұрыш қосамыз толтырмай. Жақсылап араластырып аламыз. Егер араласпай қою болып жатса, кішкене су араластырып жіберсеңіздер болады. Жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің дәмдеуішіміз дайын. Менде тұздалған құйрық болғандықтан тұз қосқан жоқпын. Егер сіздерде құйрықтарыңыз тұздалмаған болса, тұз қосуларыңызға болады. Мінекей тұздалған сүрленген құйрық, тұзын артығын алып тастау үшін осылай бір жуып аламыз. Бұл әдіске тұздалған да, тұздалмаған да құйрық жарай береді. Жаңағы дәмдеуіштерімізді алып, құйрықтың сыртына жақсылап барлық жеріне жеткізіп, шұқалап жағып алатын боламыз. Егер сіздің құйрығыңыз тұздалмаған болса, осы дәмдеуіштермен 1 шай қасық тұз қосып қолдана бересіздер. Жақсылап осылай жағып аламыз. Бұл құйрық май ағзаға өте пайдалы, дәмдеуіштерге бай, денсаулыққа пайдалы, сондықтан міндетті түрде ас мәзірлеріңізге қосыңыздар. Қазіргі таңда нутрициологтар құйрық майды жеуге кеңес береді, өйткені дәрумендерге бай. 1-2 тілімін жесеңіз де қарныңыз тоқ болып жүреді. Осы видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Пайдалы болса, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойды да ұмытпаңыз. Осы тәсілмен достарыңызды жасап көруіне септігін тигізіңіз. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, қасындағы қоңырау белгісін басып, все деген таңдап қойыңыздар. Сол кезде ерекше жаңа видео шыққанда сізге хабарлама барып тұратын болады. Осылай сыртының барлығына жағып аламыз. Біз бұл құйрық майды пакетте ерекше әдіспен пісіретін боламыз. Кәдімгі суға салып пісіргеннен де өте дәмді болып шығады. Осылай пищевой пакетімізді аламыз да жақсылап дәмдеуіштеріміз шығып кетпейтіндей етіп орап шығатын боламыз. Көп орай беріңіздер, оның ешқандай да зияны жоқ. Бастысы дәмдеуіштеріміз пакетіміздің сыртынан ағып кетпесін. Жақсылап орап алыңыздар. Осы әдіспен жасап көріңіздер, дәмдеуіштер сіңіп, өте дәмді, ерекше болып шығады. Егер сіздер тұздалмаған құйрықтан дайындап жатқан болсаңыздар, маринадтап 2 сағатқа қалдырасыздар. Сол кезде дәмдеуіштері тұзы сіңетін болады. Менде тұздалған құйрық болғандықтан осылай пакетке орап бірден пісіргелі жатырмын. Менікі сияқты тұздалған құйрық болса, бірден пісіре берулеріңізге болады. Жақсылап орап алдық. Енді суымыз алдын ала қайнатып қоямыз. Және де құйрық майларымызды салып, 5 минут немесе 60 минут аралығында ұстаймыз. Сол кезде құйрық майларымыз жұп-жұмсақ, ауызда еритін болып шығады. Піскеннен соң ыдысымызға, бөлек ыдысқа аламыз да толығымен суытып алатын боламыз. Толығымен суыған құйрық майларымызды пакетінен шешіп, осылай ажыратып аламыз. Толығымен суытып тұрып, дәл осы күйінше турап ұсына берсеңіздер болады. Дәмдеуіштері құрамына сіңіп, өте дәмді болып шығады. Құйрық май жемейтін адамның өзі жегісі кеп кететін ерекше әдіспен дайындалған құйрық. Міндетті түрде осы тәсілмен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Құйрық майымыз осындай әдемі болып шықты. Енді тағы да екінші құйрық майымызды алып, оны да пакетінен шешіп аламыз да бұл құйрық майымызды басқаша тәсілмен дайындаймыз. Бізге өзімізге керек мөлшерде кесіп алдық. Енді паприкамызды ыдысымызға құйып, осы құйрық майымыздың сыртына толығымен сеуіп жағып шығатын боламыз. Бұл өте әдемі, ерекше түр береді, дәмі де керемет болып шығады. Егер ащы болған қаласаңыздар, кішкене ащы бұрыштан қосып жіберсеңіздер де болады. Мен тек паприкаға аунатып жасадым. Алдын, артын, барлық шетін осылай аунатып шығатын боламыз. Және де аунатып болғаннан соң тураймыз шұқалап. Осымен біздің құйрық майды ерекше тәсілмен пакетте дайындау
тәсілі дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кәдімгі тек қана құйрықты суға қайнатып алғаннан дәмдеуіштер құрамына сіңіп ағып кетпейді. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. 1-2 тілімін нанға қосып жесеңіздер де өте пайдалы, дәмді таңғы ас немесе түскі асқа қолдансаңыздар да болады. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздер қандай тәсілмен дайындайсыздар? Комментарияға пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.